Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Қазақ халқында күміс құмғанай деген ән бар. Осы әнге бүгін бейне сабақ жасайық. Бұл өзі оңай әндердің қатарына кіреді. Оп-оңай ән. Міндетті түрде аяғына дейін көрсеңіздер, бүгін сол әнді үйреніп шығасыздар. Негізі бүгін сабақта мен екі дауысқа үйретем. Басындағы осы жерден үйретем бірінші дауыс, және астыңғы жерінен екінші дауысын үйретем. Бұл екі адамға арналған, дуэтке арналған ән болады. Екінші дауыс деп отқаным, бұл екінші дауыс негізі таза әуені ойнамайды, тек қана аккордын ұстап тұратын болады. Ондай болатын болса, сабағымызды бастайық. Бастамас бұрын каналыма тіркеліп өтіңіздер, подписка деген. Мен статистикадан қарасам, көбісі каналыма тіркелмей көреді екен. Тіркеле салыңыздар, ешқандай қиындық жоқ. Подписка деген подписаться деген баса саласыздар. Сонымен мақсат орындалады. Ал кеттік. Сабағымызды бастайық. Шығайын, иә? Ең оңай тұр. Ең оңай түрмен ең оңай нұсқасын таңдадым сіздерге. Кеттік. Ұстайсыздар бірінші пернені. Бұған бір төмен қағаздар. Одан кейін үстіңгі екінші перне қосылады. Бұған екінші саусақты ұстайсыздар. Осы қосқан кезде бұған төмен қағаз кетесіздер. Қосасыздар. Осылай болады, иә? Сосын кейін осы қалпымызда жаңағы төмен жоғары қағазды 3 рет жасаймыз. Міне, төмен жоғары, осы қағыз 3 рет жасалады. Барлығын қоссақ, әрі қарай астыңғы екінші перне, үстіңгі төртінші перне. Осы жерде тұрғанда жаңа қағызды 2 рет жасаймыз. Кейін бірге келесіздер, қайрадан үстіңгі 2. Бұған да 2 рет. Қосайық. Осылай болады. Енді барлығын қоссақ. Болмаса, мынау кезе келгенде бірден астын ойнауға да болады. Міне қараңыздар. Осылай жасаңыздар. Ондай болса осылай жасайықшы. Бір қағамыз, яғни бір ойнаймыз, төмен қағызды, төмен жоғарыны. Осылай ойнаймыз. Кейін мынаған бір төмен қағыздырды, сосын қайрадан 2-ге келіп төмен жоғары істейміз. Қосқанда, сосын әдеттегідей осыған келеміз. Және одан кейін келесі әуені дәл осы жерде тұрады, бірақ осы жолынан баспаймыз. 2 рет жасаймыз. Төмен жоғары, төмен жоғары. Сосын 1, үстігі 2, төмен жоғары, төмен жоғары. Одан кейін үстіңгі бірінші пернені ұстайсыздар, бірінші үстіңгі. Мынандай қарсы жасаймыз. Яғни төмен жоғары. Сосын одан кейін 1, үстінен 2. Бір рет төмен қағаздар, одан кейін бас бармақпен бірінші пернені ұстаймыз, үстіңгі төмен жоғары кетеді. Осылай болады қосқанда. Сосын жібереміз да. 2 рет ашық күйінде, үстіңгі ашық күйінде 2 рет жаңағы төмен жоғары, төмен жоғарыны ойнайсыздар. Сонда барлығын қосқанда бұлай болады. Иә, бұлай. Осылай істері. Сосын енді осы жерге дейін қосайық барлығын, иә?
Екінші келесі әуені дәл осы алдыңғы екі жол өтті ғой. Енді сол әуен тағы да қайталанды екі рет. Сонда бізде шығады, осы әуенді, осы ойнағанымызды тағы да бір қайталап шығамыз деген сөз, иә? Міне. Тағы да қайталаймыз. Соңында, қайталағанда қайырмасына өту үшін, қайырмасын білдірту үшін біз бүйтеміз соңында. Сосын бірлет деп ойнаймыз да, төмен жоғары, одан кейін ұрып қаласы төмен. Көрсетем бәрін, қараңыздар. Міне. Тан. Ұрып қаласыздар. Кейін қайырмасы кетеді. Күміс құмған ай, отта тұрған ай деген. Бұл астыңғы екінші, үстіңгі төртінші перне. Бас бармақ ұстаңыздар. Қиын болса. Бағана қадай ешқандай қиындығы жоқ, сол қайталанып отыр. Міне астыңғы екі, үстіңгі төрт. Төмен жоғарыны екі рет жасайсыздар. Бір рет жасадық. Екі рет жасадық. Сосын бір, үстіңгі екі. Дәл солай екі рет жасаймыз. Осы күміс құмған ай деген сөзге кетеді. Күміс құмған ай. Енді отта тұрған ай дегенде, тұрған ай деген жерде мынаған барасыздар астына. Бұны бағана куплетте көрсеткен болатын, не? Бұған бірледі осылай жасап аласыздар, төмен жоғары, кейін төрт ұстап параллельно, төмен бір қағасыздар, сосын қайрадан екіге келіп міне, төмен жоғары болады. Қосқанда отта тұрған, сосын най деген бір, екі, қайрадан сол. Екі рет, төмен жоғары, екі рет. Осы екі жолды қосайық. Күміс құмған ай, отта тұрған ай. Енді айналайын көзіңнен ашып жұмған ай, е? Айналайын көзіңнен. Екі, төрт, сол баяғы, төмен жоғары екі рет жасалады. Сосын бір, екі. Одан кейін ашып жұмған ай. Бірінші куплет кезінде көрсеткен жерім ойналады міне. Мына ұстайсыздар да. Төмен жоғары кетеді. Сосын бір, екі. Төмен жоғары. Сосын ашамыз. Екі рет жасалады. Ашып жұмған ай деген жер, е? Енді қайырмасын толығымен көрсетсем бұл әбет. Күміс құмған ай, отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған ай. Екі рет ойналды. Тантыра деп. Кейін бекзаттарым ай, қайырмасы сол ғой әбен, сол қайтыланы. Бекзаттарым ай, жегжаттарым ай, жегжат болып алдыңда кеп жатқаның ай. Аха. Бітті міне әуен. Осымен мына біткеннен кейін жаңағындай проигрыш ойнайсыздар. Проигрыш дегеніміз вступление, кіріспесі. Әнді бастамас бұрын кіріспе ойналады. Кіріспесінде сіздер осы қайырмасының әуенін қолдансаңыздар болады. Тантыра екі рет ойнағаннан кейін куплет қосылады. Міне қайырмасына өту үшін жаңа айттым ба? Ұрып қаласыздар сосын. Ағары қайырмасы кете береді. Енді екінші дауысы. Екінші дауыс деген екінші дауыс емес, әуенін ойнамайды екінші дауысын, бірақ аккордын салып тұрады. Бұл астыңғы жерде. 9-шы және 11-ші пердені ұстайсыздар. 9-10. Бұлай ұстауға болады міне. 9 үстіңгінің 11. Осы жерде ұстайсыздар. Бұл екінші домбыра ойнайтын болса,
Бұнда ең оп-оңай нұсқалардың бірі бұл. Жаңа әнді әдемілеу үшін. Куплет, біздің ауыл сұрасаң на деген жері. Қалай басталады? Мұнан екі ұстайсыздар, былай ойнайсыздар. Осы қалпымызда тұрамызда 4 рет жаңа секіртпелі қағысты. Секіртпелі емес, төмен жоғарыны 4 рет ойнаймыз. Бір рет. 4 рет ойнадық. Біздің ауыл сұрасаң деген жері. Кейін 11-ді параллельно ұстайсыздар, астынан 11, үстінен де 11. Бұған 2 қағыс жасайсыздар. Яғни 2 рет төмен жоғары қағысымызды 2 рет жасаймыз. Сосын қайырдан орнына келесіздер. Астынан 9, үстінен 11. Төмен жоғары. Енді осыны қосайық. Біздің ауыл сұрасаң. Жасадық, Екінші рет тағы да осы екеуін қайталаймыз. Міне. Тағы да жаңағы жолды тағы да қайталайсыздар. Және одан кейін соңғы жері қалды, міне. Бұл 8-ді ұстайсыздар астынан, үстінен 10-ды ұстайсыздар. Бұған да осы жерге келген кезде төмен жоғарыны 2 рет жасаймыз. Жасадық. Сосын қайырдан орнымызға келеміз. 9, 11. 2 рет, Енді осыны қосып көрейік осы. Куплетіміз ойнап жатыр. Аккорд, Аккордтық нұсқа бұл. Және 2 рет тағы да қайталанады. Өйткені куплет 2 жолы ұқсайды деп айтты. Дәл солай жаңағы. Сосын мынаған келіп, орнына келіп, 1 рет осыны жасаймыз. Төмен жоғарыны. 1 рет жасағаннан кейін астына ұрып қаласыздар. Дәл жаңағындай бірінші дауыста көрсеткендей. Ұрып қаламыз. Енді қайырмасы кететін жер, Бұл 11-ді ұстайсыздар параллельно. 2 рет төмен жоғары қағысымызды 2 рет жасаймыз. От күміс құмға най деген жер, Күміс құмға. Енді най керек, бұл орнына келеміз. 9 бен 11. Күміс құмға най. Келесі әуені. Отта тұрған ай. Дәл сол ойналады. Отта тұрған ай. Әрі қарай. Айналайын көзіңнен деген дәл сол ойналады. Дәл. Айналайын көзіңнен. Енді ашып жұмған ай деген жері бағанағы 8 бен 10-ға келеді. 2 рет ойнаймыз. Ашып жұмға. Сосын най деп орнымызға келеміз. 9 бен 11. 2 рет. Міне қайырмасы осылай. Енді көрсетейін толығымен. Күміс құмған ай, отта тұрған ай, айналайын көктіңнен ашып жұмған ай, бекзаттарым ай, жекжаттарым ай, жекжат болып қолыңа кеп жатқаның ай. Міне бітті. Мені бағана айтқандай, басында бағана айтып өткендей, біз жаңағындай осыдан кейін проигрыш ойналады. Супление дейма? Сол әуен ойнады. Енді жаңа не ретінде арасында қосып тұруға сол қайырмасының әуен алып тұрасыздар. Екірден алды, қайырдан екінші шумақ басталады. Осылай кете береді, достар, міне. Ән оп-оңай ән. Ешқандай қиындық жоқ. Ең оңай әндердің қатарына кіреді. Тез үйреніп аласыздар. Дәл менің жасаған қимылымды жасасаңыздар, үйреніп аласыздар. Осымен біздің бейнестануымыз аяқталды. Бұл әнді жазған себебім мына келе жатқан Наурызға орай домбырамен ән көп орындау керек. Өйткені көбі сахнада солай домбырамен орындағысы келеді, дәстүрді көрсеткісі келеді.
Сондықтан да осы әнді таңдадық. Бірақ мынау келген бүкіл тапсырыстардың бәрін оны Алла жазса мүмкіндікке қарай шығарамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлықтарыңызға ассаламу алейкум.